жоғары жағында дөңгелек, төмен қарай бір таяқша, сосын кейде оңға не солға таяқшалар кеседі. Мінекей мұнда 90 градуспенен солға қарай қысқаша бір таяқшасы белгіленген. Келесіні қарайтын болсақ, мінекей дөңгелек соңына дейін жабылмаған, не оңға не солға ешқандай сызықша немесе таяқша жоқ, тіп-тіке түскен ғана таяқшасы бар. Мінекей мынада толық дөңгелек жабылған, бірақ оңға солға ешқандай таяқшалар көрсетілмейді. Мысалы, Кердері Жанбаш тайпасы Дауылбай немересі Байтөре Жандалы баласы офат болды 59 жасында 1822 жылы дейді. Мінекей мынада жұмыртқа іспеттес дөңгелегі сопақша келген және үлкен таяқша кішкене салыстырмалы түрде кішілеу. Мінекей мында адамға ұқсайды белгілер. Төмен қарай таяқша 45 градус солға қарай тағы да кішкене таяқша белгіленген. Мінекей мынада таяқшаны әдетте үлкен негізгі төменге қарай түскен таяқшаны шығармайтын еді. Мында мінекей кішкене былай екінші жақ бетіне қарай қиғаштап шығарып жіберген. Келесі бетке өтсек. Келесі бетте мінекей қарасаңыз дөңгелек ортасы сәл қосылмаған, оң жаққа қарай 90 градуста тағы да таяқша берілген. Мінекей мынада оң жаққа, бірақ шамамен 45 градустың көлемінде берілген. Мінекей мынада таяқша көрінеді тіке түсетін болса, мұнда сәл қиғаштау берілген, және мына екеуінің ортасы шамамен 45 градусты көрсетеді. Мінекей мында да ешқандай оңға солға таяқша жоқ. Мұндағысы мінекей барлығы да манағысы тігінен болса, мұны оңға қарай жатқызылып салынған. Мінекей дөңгелегі оң жақын басында, мінекей негізгі төмен қарай түсетін таяқшасы солға қарай кеткен. Мінекей мынау жанына қарай шығарылатын кішкене сызық таяқшасы. Мұнда мінекей үлкен дөңгелек, кішілеу бір таяқша. Келесі бетке өтсек. Келесі бетте де мінекей мана көрсетілгендерге ұқсастар, бірақ мысалы мынада кішкене ғана мына таяқшасын кішкене ғана салынған, ондай үлкен емес. Мұнда мінекей 90 градус оңға берілген. Мінекей мынаның өзгешелігі, көпшілігі төменгі жағынан келесі таяқша шығарылады. Мінекей мынау жоғары жақтан адамның бір қол іспеттес, мынау бір басы, денесі мынау қол іспеттес болып тұр. Мінекей мұнда солға қарай берілген. Мынаны қарасаңыз, мұны тіптен ерекше. Басқаларына қарағанда мінекей мынау солға қарай құлатылып салынған. Мінекей мына жанынан шығатын таяқша жоғарғы жағына қарай өте жақын орналастырылған. Келесі бет. Келесі бетте мінекей осыған дейінгілерге көпшілігі ұқсайды. Мінекей мынада кішкене жанына берген таяқша, кішкентайлау. Мінекей мұнда тіке түсірілмеген, сәл қиғаштау солға қарай берілген. Мұнда оңға қарай қиғаштау берілген, мынада солға қарай қиғаштау берілген. Мінекей мынада тік күйінде берілген, және жанына берілетін таяқша сызықшасы орта шамасынан сәл жоғарыда тұр. Мінекей мынау сол жаққа қарай 45 градус шамасында негізгі таяқшадан бөлініп берілген кішкене сызықшасы. Мінекей бұл Кердері Жабағы тайпасы көшкін аймағы Қаратай баласы Есенбай опат болды 29 жасында 1877 санада, яғни жылда бұл тасты қойды. Атасы Қаратай мырза Теректаудан. Құрметті көрермен, тыңдағандарыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта да осындай өңіріміздегі құлпытастарда кездесетін таңбалармен таныстырамыз. Көп рахмет, сау болыңыздар.